айдарма менің отаныма менің бастамам атты шығармашылық ғылыми жоба байқауының «Мен Қазақстанның азаматымын» атты номинациясы бойынша қатысушы номер 3 Жапон орта білім мектебінің 9 сынып оқушысы Сантаева Көркем Омарқызы. Менің бүгінгі алып отқан тақырыбымның бірі туған жерге қызмет азаматтық парыз деп аталады. Яғни мақсаты мен міндетіне тоқтала кетсек, мақсаты Ақтөбе облысы Шалқар ауданының әлеуметтік, экономикалық, мәдени және тарихи дамуын зерттеу арқылы туған жерге қызмет етудің маңыздылығын көрсету. Аудан тұрғындардың туған өлкеге қосқан үлесін талдап, және жастардың азаматтық жауапкершілігін арттыруға бағытталған ұсыныстар әзірлеу. Міндеті: біріншіден, Шалқар ауданының дамуын зерттеу, екіншіден, жергілікті тұрғындардың үлесін анықтау, үшіншіден, азаматтық жауапкершілікті арттыру жолдарын ұстану, ал төртіншіден, қоғамдық және экологиялық мәселелерді шешуге бағыттау. Енді өзектіліктің негізгі аспектілеріне келетін болсақ, аймақтық әлеуметтік, экономикалық дамуы Шалқар ауданының қазіргі жағдайын зерттеу арқылы оның дамуына ықпал ететін нақты ұсыныстарды әзірлеу. Азаматтық жауапкершілікті қалыптастыру, жастарды туған жерге қызмет етуге ынталандыру, патриотизм мен белсенді азаматтық ұстанымды дамыту. Үшіншіден, тарихи және мәдени мұраны сақтау, ауданның бай тарихи және мәдени мұраларын дәріптеу. Төртіншіден, жергілікті тұлғалардың үлесін насихаттау, туған өлкеге еңбегі сіңген азаматтардың қызметін таныстырып және жастарға үлгі ету. Жобаны жүзеге асыру қадамдарына келетін болсақ, дайындық кезеңі, яғни ақпарат көздерін жинақтау. Ақпарат жинау және талдау, аудан тұрғындары мен жастар арасында сауалнама, сұхбат жүргізу. Жобаны жүзеге асыру, ауданның дамуына үлес қосқан азаматтар туралы деректерді жинақтап, мақала, бейне материалдар дайындау. Қорытындылау және ұсыныстар әзірлеу, жиналған ақпарат негізінде ауданның дамуы үшін нақты ұсыныстар дайындау. Ал соңғысы, жобаның тұрақтылығын қамтамасыз ету, жастардың туған жеріне қызмет етуге ынтасын жалпы арттыруға бағытталған. Жобаның жүзеге асырушылар, яғни ол мен, автор, және жоба жетекшісі, мектеп оқушылары, тәрбие бөлімі және қоғамдық ұйымдар. Жоба жүзеге асыру айлары: 1 қаңтар 28 ақпан. Жобаның мақсат міндеттерін анықтау. 1 наурыз 30 сәуір аралығында ақпарат жинау және ауданның әлеуметтік экономикалық жағдайын талдау. 1 мамыр және 31 шілде аралығында бізде жергілікті тұрғындармен сұхбаттар, сауалнамалар өткізу. 1 тамыз бен 30 қыркүйек айларында қоғамдық іс-шаралар ұйымдастыру, тұрғындар мен жастарға арналған ақпаратты жұмыстар жүргізу. Және 1 қазан мен 31 желтоқсан айларында жобаның нәтижелерін талдау және қорытынды есеп дайындау, болашаққа ұсыныстар әзірлеу. Енді осы жобамыздың кіріспесіне көшетін болсақ, бұл жоба Ақтөбе облысы Шалқар ауданының әлеуметтік, экономикалық, мәдени және тарихи дамуын зерттеуге арналған. Ауданның ерекшеліктерін, оның тұрғындарының жалпы қосқан үлесін талдап, туған жерге деген жауапкершілікті арттыруға маңызын көрсету жобаның негізгі мақсаты болып табылады. Жоба аясында шаңырақ бағдарламасы арқылы жергілікті қауымдастықты дамыту, тұрғындардың бірлігін нығайту және әлеуметтік бастамалардың іске асыру мәселелерін қарастырады. Бұл бағдарлама халықтың әл-ауқатын жақсартуға және жастардың туған жерге деген қызығушылығын арттыруға және өңірдің тұрақты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған. Енді негізгі бөліміне көшетін болсақ, Шалқар ауданының жалпы сипаттамасы, географиялық орналасу және табиғи ерекшеліктері. Шалқар ауданы Ақтөбе облысының оңтүстік шығысында орналасқан, кең байтақ даласымен және табиғи байлықтарымен ерекшеленген аймақ болып есептеледі. Аудан аймағында көптеген көлдер, соның ішінде атақты көліміз ол Шалқар көлі болып табылады. Тарихи мәдени мұрасына тоқталсақ, Шалқар ауданы ежелгі дәуірден бері қазақ халқының мәдениеті мен тарихының маңызды бөлігі болып келеді. Мұнда көптеген тарихи ескерткіштер мен мәдени орындар сақталған. Әлеуметтік экономикалық жағдайы аудан негізінен ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы және шағын құрылым кәсіпкерлік бағытында дамып келеді. Сонымен қатар инфрақұрылым мен әлеуметтік нысандарды жетілдіру жұмыстары жүргізілуде. Белгілі кәсіпкер Гүлнұр Қожахметова. Гүлнұр Қожахметова Шалқар ауданында кәсіпкерлікпен айналысып, өңірдің экономикалық дамуына үлес қосып жүрген осы азаматшаларымыздың бірі. Албатыр атты кулинария орталығын ашып, жергілікті тұрғындарды
сапалы әрі дәмді өнімдермен қамтамасыз етіп қана қоймай, жаңа жұмыс орындарын да ұсынуда. Оның кәсібі аудан экономикасының дамуына оң әсерін тигізуде. Кәсіпкерлік өнімдерін пайдалана отырып ұлттық тағамдарды насихаттап келеді. Жастарға кәсіпкерлік бойынша мотивация беріп, оларға тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді. Қорытындылай келсек, Шалқар ауданы тарихы терең, мәдениеті бай, экономикалық әлеуеті жоғары өңірлердің бірі болып есептеледі. Бұл аймақтың дамуы тұрғындардың еңбегі мен бастамашылығының тікелей байланысты деп ойлаймын. Себебі ауданның ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік және мәдени салаларында айтарлықтай жетістіктері жетуі осы жергілікті азаматтардың туған жерге деген сүйіспеншілігі мен жаңашылдығының арқасында. Назарларыңызға рахмет.